намаз оқуға болмайтын уақыт мәселесін көп сұрақ қояды біздің жамағатымыз. Сол сұраққа жауап беріп өтетін болсақ, ағайындар, парыз болсын, уәжіп болсын, сүннет болсын, нәпіл болсын, және жаназа намаз болсын, және сонымен қатар тиләуәт сәждесі болсын, жасалмайтын, оқылмайтын 3 уақыт бар. Бұл осы 3 уақытқа қатты мән беруіміз керек. Өйткені бұл 3 уақытта оқылған намаз сауап емес, бәлкім сізге күнә болуы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде айтады: мына 3 уақытта ешқандай намаз оқымаңыздар дейді. Яғни сахабасы жеткізеді, айтады: пайғамбарымыз мына 3 уақытта намаз оқуды бізде қатаң түрде тыйды дейді. Біріншісі, күн шыққаннан бастап найза бойы көтерілгенге дейін. Яғни қазіргі сағатпен есептейтін болса, шамамен 45 минут 1 сағат өткенге дейін ешқандай намаз оқылмайды. Яғни шығыс жақта күннің көзі көріліп, найза бойы көтерілгенге дейін. Яғни шамамен 45 минут немесе 1 сағаттай өтуін күтуіңіз керек. Ол уақытта ешқандай намаз оқылмайды. Сондықтан таң намазын қаза қылып алған адам бұл уақытта таң намазын қазасын оқу дұрыс емес. Күту керек, 45 минуттай немесе 1 сағаттай өткеннен кейін қазасын сүннетімен қосып оқу керек. Екінші дейді, күн тас төбеде тұрған кезде. Кейбір халықтың арасында кейбір мынандай күмәнді нәрселер таратып жүрген адамдар бар екен. Біздің Қазақстан солтүстік аймаққа жақын болғанда күн тас төбеге тұрған. Оған қатысы жоқ. Бұл әлемге қатысты барлық жерге қолданылатын хадис бұл. Сондықтан бесін намазына 20 минуттай, 15 минуттай қалған кезде ешқандай намаз оқылмайды. Яғни ол пайғамбарымыздың айтуы бойынша күн тас төбеде тұрған уақыт дейді. Сол үшін бесін намазына бір 15 минут немесе 20 минут қалған кезде ешқандай намаз оқылмайды. Сондықтан ол уақыттың өтуін күтіп, яғни бесін намаз уақыт кіргеннен кейін барып, сол уақыттың намазын қаласақ, қаза намазы қаласақ, нәпіл сүннет намаздарды оқи берсеңіз болады. Үшінші оқылмайтын уақыт, яғни пайғамбарымыздың сахабасын жеткізу бойынша, күн батайын деп жатқан уақыт. Яғни күн батуына қазіргі уақытпен есептейтін болса, 1 сағаттай қалған кезде. Яғни пайғамбарымыз хадисінде айтады, күн сарғайып, бозарып, жаңағы күн батуға таяған кезде ешқандай намаз оқылмайды дейді. Сондықтан да жаңағы қазіргі уақытпен күн батуына 1 сағат қалған кезде ешқандай намаз оқылмайды. Тек қана сол күнгі аср намаз өз уақытында оқылмаған болса, яғни қандай да бір жұмысыңызбен, шаруаңызбен кешіктіріп алатын болсаңыз, сол күнгі аср намазды күн батқанға дейін оқысаңыз болады. Ал бір аср намазы оқыдыңыз, күн батуына шамамен 1 сағаттай қалған кезде ешқандай қаза намаз болсын, нәпіл намаз болсын, сүннет намаздар болсын оқылмайды. Енді осы сұраққа қосымша мағлұмат ретінде, осы 3 уақытта мешітке кіріп қалған адам не істейді? Осы 3 уақытта ол кезде мешітте ақысы болған 2 ракат нәпіл намаз оқылмайды. Осы 3 уақытта кірген адам ол уақытта намаз оқымайды, тек қана Аллаға тәсбih айтса болады, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтса болады, немесе жай ғана отырып Құранын немесе басқа да зікірлерін айтып отыруына болады. Ва ахир даван анил хамдулиллахи раббил аламин.